Ассаламалейкум достар, қалайсыздар? Ласточкамды тұраққа қойып, мына қараңыздар. Тұрақ. Біз келдік, қайда келдік? Бүгін бір үлкен турнир өтіп жатыр. Қазір мен сіздерге бәрін көрсетем. Кеттік, ар жақта қараңыздар, футбол ойнап жүр жігіттер. Ойнап жүргенде жаттығу жасап жатыр, ал мына жақта фудтрак донер сатып жатыр, өйткені бұл жақта қазақтар жүр. Не болып жатыр? Бүкіл ақштан жиналып, әр қаладан келіп қазақтардың арасында футбол ұйымдастырылып жатыр. Үлкен турнир болып жатыр. Менің естуімше, менің білуімше 8 команда бар. Сол 8 команда өзара бір-бірімен ойнап, сөйтіп кім мықты екенін анықтайды. Мына жақта кәдімгідей қараңыздар, міне отыратын жер дайындап қойған. Ол походу автопатиға арналған. Бала шағалар ойнап жүр. Қалайсыздар? Міне мама жүр. Мама да футбол ойнауға келді. Футболдың фанаты болдым мен. Қай командаға ойнайсыз? Білмеймін, айтасыз қай командада ойнайды, соған немін андай. Қандай позицияда ойнайсыз? Ойнамаймын мен деген, мен болельщица, қалай? Ойнасаңызшы. Жоқ, мен андай. Не болельщицаның қазақшасы қалай? Жүгіріп, шаршап қала, жанкүйер. Жанкүйермін мен. Мен айтасыз қай командада ойнайды, соның жанкүйері боламын. Жүгіріп шаршайым десеңіз, воротаға тұрсаңыз болады. Қазақтарға жанкүйер болайын одан да. Да? Ақша берсе барам. Ақша бере ма? Жоқ, төлемейді. Ақша бермесе бармаймын. Тегін болса бармаймын. Мына жақта міне Қазақстанның туын іліп қойған, қараңыздар. Бұлай кішігірім түсіндіріп кетсем сіздерге, міне қараңыздар. Поле. 2 поле бар екен. Мынау біріншісі, мынау екіншісі. Мынау міне ақ 2 ворота, анау қызыл 2 ворота. Параллельно 2 команда ойнайды. То есть параллельно 2 ойын жүріп жатады. Барлығы 8 команда бар екен. Әр штаттан келген, қалалардан келген, мысалға Чикагодан келген деген сияқты, Майамидан. Мен нағыз қандай командалар қай жақтан келгендерін әлі білмеймін. Қазір біліп жатсам сіздерге айтам. Ана жүрген жігіт танисыздар ма? 7-ші номердегі ана қара футболкамен. Айтасыз ғой? Айтасыз, мынау міне Лос-Анджелес қазақтарының атынан құрама құрып айтас ойнап жатыр. Ал мен вратарьмын. Мен мұнда тұрмын. Маған ешкім доп теппей жатыр десең. Бір ыңғайсыздығы, достар. Міне қараңыздар, былай, мына жақта 2 команда ойнап жатыр ғой, 2 ақ воротамен. Мына жақта 2 қызыл воротада 2 команда ойнап жатыр да. Сосын мынау по всему полю, бүкіл поле бойынша ана үлкен қақпаларды көріп тұрсыздар ма? Сол жақта 2 команда ойнап жатыр. Сөйтіп бәрі шатасып, бір-біріне андай ыңғайсыздық тудырып жатыр десең. Ана ортасымен жүрге болатын сияқты. Қазір мен ортасымен жүріп, сіздерге ар жақта тұрған нені көрсем. Таблица тұр. Айта кетсең, не болып жатыр? Мен айттым то, что турнир болып жатыр, қазақтар келді деп. Мен ақпаратын андай қысқаша, толық емес. Армысыздар көрермендер, Абылайдың каналының подписчиктері. Бүгінгі таңда Ирвайн қазақтары өздерінің культурный центр дейді ғой, мәдени орталығын ашқан. Silkway деген, Silkway Cultural Center деген. Сол ұйымның, мекеменің ұйымдастыруымен Қазақстанның Американың түкпір-түкпірінен қазақтар жиналды жатыр. Мысалға Сан-Диегодан келді, Сан-Францискодан келіп жатыр қазақтар, Сан-Хоседан бар, Сакраментодан бар, Чикагодан келіп жатыр, тіпті Хьюстоннан келіп жатыр. Қазақтар барлығы спорт, яғни футбол кап дейді, футбол кубогын ойнатып жатыр. Соның организатор ретінде міне Талғат ағамыз басы қасында жүр. Қазақстанда да көп осындай шаралар ұйымдастырған. Жасыл футболкадағы ма? Жасыл футболкадағы ағамыз. Сол бүгінгі шараның сол басты мақсаты бәрімізге белгілі, яғни қазақтардың басын қосып, өзіміздің бауырластығымызды, достығымызды арттырып, жан-жақта, жырақта жүрсек те бір-бірімізді танып жүрейік, араласып жүрейік деген мақсатта, және де салауатты өмір салтын дәріптеу мақсатында осындай шара ұйымдастырылып жатыр. Міне көргеніңіздей баннерларымыз бар. Бұл баннерға барлығы жазылған қысқаша информация. Жаңағы Калифорния қазақ центр дейді, Лос-Анджелестегі. Бұл спонсор, көмектесіп жатқандар, қаржылай көмектескендер бар, организационный моменттер бар, соның барлығына. Міне жеребьевка болған бірінші, міне LA Астана және Сакраменто ойнайды бірінші ойында. LA Астана, Сакраменто, Сан-Хосе, Орказ деген Ирвайндағы группа. Ирвайннан 2 команда шықты. Мына жағында Сан-Диего, Чикаго, Хьюстон,
және орыстар деген группа бар. Орыстарда қазақтар ойнай ма? Орыстарда қазақтар, орыстар аралас. Орыстарда не орысша сөйлейтін қазақтар ойнайды дейсіз. Иә, дәл солай. Міне мысалы Хьюстондағы қонақтарымыз бүгін жеңді. Жеңіске жетті. Бұл қазір нешінші тур өтті? Бұл бірінші тур енді өтті. Және ғана ашылу болды. Тек бірінші тур өтті. Кешкі сағат 4-5 кейін жалғасады. Және де сол бүгін жеңімпаздарымызды анықтаймыз. Андай емес па? Аптасына бір рет Лига Чемпионы сияқты олай ойнамай ма? Жоқ, ондай ойнамайды. Барлығын бір күнде. Жоқ, ондай емес. Барлығы бәрінің енді жұмыстары бар, сабақтары бар, істері бар деген сияқты. Сондықтан бір күнде барлығын бітіріп тастауға бітіреміз, Құдай қаласа. Және де қазір түскі асқа перерыв болады, үзіліс. Сол үзілісте ана жақта арнайы тамақтар дайындалған. Тамақ ішіп алғаннан кейін қалай кетеді футбол? Тамақ ішіп алғанда енді бәрі қарындар ашады ғой, ақырын ішеді. Өздеріне тамақ береміз. Ана жақта тіпті дөнер фудтрагында заказ бердік. Ол да келіп дайын тұр. Қазір барлықтарыңыз. Яғни бүкіл шаралар ұйымдастырылғанда от дейді. Сосын естігенім, осы турнирді ұтқан команда 2026 жылы болатын әлем чемпионатына осы ақш-та соған жолдама алады деген рас па? Иә, ол да рас. Ол рас, иә? Иә, ол рас. Сондай жолдама болады. Әне қандай приз, иә? Рахмет ақпараттарға, иә. Сізге рахмет. А мен қазір кіріп кетсем бола ма ойнап бір командаға? LA-ға, өзіңіз сіз Лос-Анджелестесіз ғой. LA Астананың командаға алса кірсеңіз болады, алмаса білмеймін енді. Бірақ Чикагоға по-свойски кіргізсек болады Чикагоның немелеріне, ойыншыларына. Таныстар бар. Рахмет. Мен сендерге группаны көрсетіп жіберейін. Және ойын ана 11-де 1 деген шот па сондай? 11-де 1 шот, иә? 11-де 1 болған ба? LA ғой, LA. LA ұтқан ба? Қараңыздар, 11-де 1 LA Астана. Так, нау. Бұл кіммен ойнаған? Мына екеуінің матчы ма? Осы екеуін аяған. Ал мынау? Мыналар үшін 1-11. Болды, түсіндім, иә. Қазір екінші матч болады. Екінші матч, мына екеу ойнайды. Болды, түсіндім. Мощно. Міне қараңыздар, LA Астана ұтқан 11-де 1. Айтастан қазір барып сұраймыз, Айтас неше гол салдың деп. Ал мына жақта Хьюстон мен орыстар ойнаған. Хьюстон 3-де 1 ұтыпты. Орыстарды. Сосын қазір Сан-Диего мен Чикаго ойнайды екен. Кет қазір Айтасты тауып алып, LA Астана деген қалай кетті? LA Астана деген. LA бөлек қала Астана. Бірақ LA Астана столица ретінде қабылдаса болады, ар жақта жүр екен. Кеттік барайық. Бұл анау-мынау турнир емес, қараңыздар, тіпті Арсенал, Манчестер Юнайтед ойыншылары келген ғой. Көріп тұрсыздар ма? Қалайсыңдар? Міне бізге керек команда. LA Астана командасын қабыл алыңыздар. Ассаламағалейкум. Ешкім қарсы емес қой видеоға түсіргені? Ешкімде андай жоқ па? Түсірмей қойшы деген, қалайсыңдар жігіттер? Құтты болсын, 11-де 1 ұтыпсың ғой. 11-де 1 ұтыпсыздар, қалай бір гол жіберіп алдыңдар? Ұят емес па? Кім ең көп гол салған? Айтас деген. Айтас па не? Айтас па? Ассаламағалейкум, қалайсыңдар жігіттер? Ассаламағалейкум, қалайсыңдар? Айтас па ең көп гол салған? Да? Все. Қалай болды жалпы ойын, бірінші ойын? Да? Андай заявочкаларың жесткий екен енді 11-де 1 деген. Өте тартыс ойын болды, қиын болды. Базар жоқ. Бұйырса ұтып кеттіңдер. Не деймін басқа? Мына қараңыздар, LA Астана командасының өзінің футболкасы бар екен. Базар жоқ, бірақ туды қисық ел қойыпты. Мына кішкене дұрыс емес ілген. Андай не жоқ. Мынаны бар ғой, перфекционист көрсе андай көзінен қанағады ғой. Міне Олжас 10-шы номер. Мына футболканы сендер өздерің қалай заказ беріп, өздерің істедіңдер ма? Тапсырыс беріп, әрқайсымыздың артына номер жазып, сандарымызды, аттарымызды жазып, заказ бердік. Енді негізі бір какой-то бір спорттың футболкасы ма или өздерің істеттіңдер ма? Қазақстанның ұлттық құрамасының несі. Тренировочный ма типа? Жоқ, прямой формасы. Да? Иә. Там футболдан. Иә. Енді бұйыртса сары формасы келеді, екі формада уже осы қойды. Базар жоқ. Все. Иә. Осыдан кейін командаға бір жақсы спонсор табылады деген ойдамыз. Все, бұйырса. Не дейсің? Форманы тәуекел. Мына форманы тәуекел муслим алып келді ма? Иә, базар тапсырыс бергеннен кейін осы Алматыдан сендердің барып шауып келдерің мощный екен. Ондай емес па? Алматыдан тапсырыс бергеннен кейін тәуекел муслим. Ақша алды ма сендерден сол үшін? Жоқ, ақша алған жоқ. Маған багажыма сыймай жатыр деп алмады ма? Жоқ, онда айтқан жоқ. $50 жібересіңдер ма деп. Келген кезде тағы да 2-3 форма алып келемін деген уәдесін берді. Сөйтіп айтты ма? Ол өз футбол ойнай ма? Өзі ойнайды. Ол өзі 20 мыңда. Медиа лигада ойнайды Қазақстанда.
Мында 20 өзі. Жоқ, мында жоқ ол. Естіңіздер ғой, ең көп гол салған Айтас екен. Қазір Айтасты тауып алайық. Доп жатыр. Мен өзім өнерім көрсетіп жіберейін ба, сендерге қараңдар. Міне, видесің да? Қалай? Мен кезінде қатысқан тейквондоға десең, қатысы жоқ қой футболда. Міне, мына жақта Голландия құрамасы жүр. Роберт дейді. Так, кеттік. Айтас қайда, Айтас. Қазір сіздерге достар Холландпен тұспа-тұс жүрген Галиадор әйгілі Айтасты көрсетемін. Қараңыздар. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Қалайсың, брат? Жақсы, брат. Че там 11-де 1 аямапсыңдар ғой, Болмайды ма? Ал 3-0-дан кейін тоқтап тастау деген жоқ па? Давай, енді айт, неше гол салдың? Достар, мақтанбай-ақ қойын қанша гол салғанымды, бірақ өздеріңіз комментқа жазып кетіңіздер, примерно қанша гол салды деп ойлайсыздар бірінші ойында. Базар жоқ. Айтас ойнағаннан кейін командасы 11-де 1 ұтты. Айтас ойнамағанда 16-та 1 ұтатын еді. Ондай емес па? Екінші турда ойнап жатқан командаларды қарап жүрейік. Мына қараңыздар. Жасылдар және оранжевыйлар. Жасылдар қандай команданың аты? Арсенал. Арсенал? Оранжевый? Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, қараңыздар. Манчестер, Арсенал. Бірақ мен сұрайын дегенім, жалпы айтады ғой. Ойнай алмайтын адамдар заменада отырады дейді, сол рас қой, Иә. Міне, қараңыздар, ойнай алмайтын жігіт заменада отыр, қарап. Қалайсың? Қалайсың? Ұтыватсыңдар ма? Отыр. Қандай шат ойнайдан, бұл мен дос балам Алихан деген, таныс болыңыздар. Әлемдегі ең нашар клуб Арсеналдың болельшігі. Сол, бүгін Сан-Диегоның атынан ойнап жатыр. Осы сезон біздікі. Бірақ Алихан өзі Портландта тұрады. Сен неге Портландтың атынан ойнамайсың? Мен прописка бар ғой Сан-Диегода. Сондай ма? Болды онда, жарайды. Ұтып жатыр ма? Қандай шат? 3-2. Болды, сәттілік. 4-2 ма? Екінші орын алыңдар бұйырса, LA қатылып. Немесе 4-ші орын, зато Осы сезон Арсенал. біздікі. Сендердікі ма? Осы сезон Арсенал. Болды. Мына жақта футбол отыр, мына жақта баскетболдан чемпионат болып отыр. Қараңыздар. Мына баскетбол 1-1 ғана ойнайды. Міне, екі бала 1-1 ойнап отыр, сосын екі-ақ команда келіпті. Сондай отыр. Футболды ғана көрсете бермей, артында за кулисами қандай кипиш болып жатқанын көрсетейін сіздерге. Мына жақта қараңыздар. Апаларымыз отыр. Қалайсыздар? Қалайсыз, мам? Жақсы. Подружка тауып алдыңдар ма? Подружка тауып алдым, иә. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Қазақстандансыздар ма? Иә. Қай жақтан боласыздар? Қарағанды, Жаңарқа. Сіз? Ақтау. Есенов университеті, стажировка. Не болды? Айдананың мұғалімі, кстати, жемпейді сабақ Да? берген. Мәссаған. Жаңа жібердім Айдана танымды. Да? Сабақ Күшті, бергем, күшті. ағылшын тілінде сабақ бергем. Айдананы қарап отырамыз әр кезде. Асан деген Қызым, Алла разы болсын, бақытты бол жаным. Все. Міне қыздар шай беріп жатыр, ет беріп жатыр. Күшті жатыр ма? Өліп жатқан жоқпыз қазақтардың арасында. Күшті болып жатыр, иә, өте тамаша. Қашан жаста футболға ойнауға? Білмеймін енді қазір ақша төлейміз. Бір команда құрып жеп шықпадыңыздар ма, апаларды? Білмей қалдық. Алдын айтқанда. Столдар қойып тастаған, мындай немен шатер. Бірақ бұл бұрыннан болды ма, әлде әкеліп қойды ма, білмеймін. Сосын мына жақта міне сусындар, сулар, соктар, сосын торттар бар екен, тамақтар. Сатып жатыр екен, мынаны қараңыздар. $3-дан, $7-дан, мынаны $7 алсаңыз болады. Міне. Мынаны $7. Сосын тарелкалар, қасықтар. Ар жақта шай, кофе по желанию. Бұл тегін сияқты. Келіп, мына жақтан құя бересіздер міне. Мына қараңыздар. Міне шайниктар және стақандар. Қалай отыр? Күшті отыр ма? Жақсы, иә? Тамаша болып отыр. Тамақ жатса? Тамақ жеп отқасын түсінбей қалғансың ғой. Андай тамақ сатып жатыр. Сетпен сатып алады, $10 сатып аласың. Ішіне қараңыздар. Плов. Сосын 2 бауырсақ береді, 2 нан береді, бір мынандай самса береді. Сосын бір сусын береді. Сосын бір торт береді, кусок. Болды. Осындай сетті $10. Что-то менде самса да, бауырсақ та жоқ, өздеріңде қарасың. Әшек қалғындап жатқаным ғой. Не салатсың мен қалтама, Азим? Не салатсың? Поти-поти? Поти-поти сен де салдың ба? Сен не салдың? Поти-поти. Мен қалтама поти-поти деген бір нәрселер салып жатыр әйтеуір. Білмеймін, бір нәрсе тауып алып. Қазір көрсем, мына қараңыздар. Не? Мынандай бір нәрселер салып жүр мен қалтама, білмеймін әйтеуір.
Енді түсіруге келе жатыр едім, допты алысқа теп жүрді. Айтпақшы, судьялар бар тіпті. Отработка ударов болып жатыр. Қараңыздар. Міне, допты қазір, короче, әдемі крученный теуіп девятка салуым керекпін. Вратарды көрсетейін ба? Әне вратарь. Дайынсың ба? Кеттік ал, қараңыздар. Ха! Гол! Қалай, удар мощный ма десең? Міне футболды көрсетейін сіздерге. Ема, штанга болды. Холланд жырға қарсаңыздар, Холланд. Гол, они. Значит, гол салды. Чо, қалай болды? Аттыңдар ма бірақ? Оттық 5-2 мен бірақ ойын андай. 5-2 деген әзер емес Счет не отражает. Ну, отражает енді бірақ. Неше гол салдың? Салмадым екінші ойында. Қойш, бірінші ойында бүкіл неңді лимитіңді нетіп тастадың ба? Құртып тастадың ба? Сезонның лимитін құртып тастадым. 2 ойын болды, 2-інде ұттыңдар. 6 очко бар. 6 очко бар. Бірақ группадан шығып тұрсыңдар. Пока шығып тұрмыз, бірақ бірінші орынмен шығу үшін наверняка ұтқанымыз. Үшінші команда қалай? Ең мықтысын жаңа ұттыңдар ма или үшіншісі мықты ма одан? Бәрі мықты ғой. Бәрі мықты ма? Бәрі мықты. А мына жақта, екінші топта? Тоже мықты. Ана местный бір команда бар, ана. Сан-Диего ма ең мықты или қайсысы? Жоқ, аналар, кажется. Сан-Диего да мықты. Ақтар, мына орыстар деген ба? А, орыстар ма мықты? Холланд ойнайды екен ғой оларда? Все, мен барып таблицаны бір түсіріп қайтайын. Бұлай жалпы қалай күшті отыр ма барлығы? Күшті отыр, жоғары деңгейде. Тамақ қашан ішесіңдер? Тастар, екі команда отты, екі ойын отты. Яғни группадан шығып тұр, себебі группада 3 команда. Соны үшеуін екеуін ұтып тастаған, қазір мен сіздерге счеттарды көрсетемін. Міне. Бірінші ойын жаңағы 11-де 1 ұтқан, сосын 4-те 2 ұтқан. Қай команданы? Қай команданы ұтқан? Міне, Сан-Хосені ұтқан. Енді Орказ деген командамен ойнайды, олармен әлі ойнамаған. Орказ біреуін ұтқан 9-да 1, екіншісін ұтылған 4-те 1. Сан-Хосеға. Кіммен қылқындырып атқан? Кім артында тұрған? Шафкат. Қалайсың? Барасың ба Шафкаттың бойына? Жоқ, қайдан. Че, сендерде 2 ойын өтті ма? 2 ойын. Қандай болды счет? Хьюстонға ұтсадық. 5-те 2. Сосын? 2 гол соқтым. Оның алдың ойында 3 гол соқтым. Сен воротада тұрмайсың ба не? Өзім артымда соғып жүрмін. Бәсе. 2 ойын ұттыңдар ма? Енді 3-ші ойын. Сендер де шығып тұрсыңдар. Айтастар да шығып тұр. 2 ойын ұтсаңдар болды ғой, шығып тұрсыңдар ғой. Жоқ, бізде бәрінде бірдей болып қалған күн. Қалай? 3 командада 6 очко болып қалған. Вот. Бола ма ондай? Типа 4-ші команда бәріне жем болып ұтыла ма? Мүмкін емес қой, 3 командада бірдей очко. Қазір болады, қарада тұр. Орыстар жын ойнап отыр. Холланд ойнап отқан ба? Интервью алып отыр. 16-0 ұтып кетті. Нечестно ғой, орыстарда Холланд ойнап отыр ғой. А что вы нас подслушиваете? Міне, мына жақта екінші таблица. Сан-Диего 6-та 3 ұтқан және 5-те 2 ұтқан. Чикаго ұтылған. Ема 15-0 деген қалай кетіп отыр? Чикагоның командасы 15-0 ұтылыпты. Нау команда ұтылған, ұтқан. Нау команда ұтқан, ұтылған. Болды. Ona орыстарың мощный екен, 15-0 ұтсаған. Міне мына жақта кубоктар. Кубоктар мощный екен. Мен алып кетем. Үздік ойыншы деген ба? Мен алып кетем. Портlandқа барады. Да. Сосын тағы не бар мұнда? Best go, мынау ең үздік бомбардирға береді. Ең үздік бомбардир деген қалай кетті. Жалпы ең көп гол салған адамға мынау. Мынау ең жақсы ойнаған адамға. Мынау best defense дейді. Мынау ең жақсы қорғаушыға беріледі. Және ең жақсы ең үздік шабуылшыға беріледі. Сосын мынау медальдар. Мынау 3-ші орынға қола, мынау 2-ші орынға күміс, мынау 1-ші орынға алтын. Сосын 1-ші орынға 2 бутылка су береді. Айтасын ударын көрейік ал. Слабо. Қайсысы? Бірінші голға дейін түсіреміз.
не гол, воротаны қисайтып жіберді. Неге жермен теуіп атсың? Агел, мен темейші қара. Тебуді көрсетем сендерге. Достар, қараңыздар. Үздік Галиадор. Красавчик, достар. Қалай, мен ойнауым керек. Ал әсерің бұл голдан алған. Керемет әсер, бұл менің алғашқы голым бұл сезондағы. Болды ма? Ойын бастайын жатыр ма? Мен поляның ортасында жүрмін. Негізі мен жаңа салған голдың несі, секреті неде десеңіздер, ол деген Air Max деген кроссовканы қараңыздар. Осындай кроссовкамен ойнасаң, мощно ойнайсың. Сол үшін осындай кроссовка алып алдым. Ойын бастайын деп жатыр, міне ойын алдындағы обряд қаралардың қараңдар. Алға дейді. Станция айтып жатыр. Не үшін станция айтып жатсыңдар? Не үшін станцияның атын айтып жатсыңдар? Алға деген ба? Иә, станция емес па? Білмеймін, өздерінің обрядтары. Кеттік. Басқа станция жоқ. Неғып 12-ң бәрін шығып кетпейсіңдер поляға? Отпайсыңдар ғой? Болмай олай? Сендердің клубтарың бай сияқты, андай заменада отыратын не, мощный екен, плотный екен. Иә, кәдімгідей. Қалай айтатын еді? Заменасы көп болатын клубтарды. Длинная скамейка дей ма? Иә, длинная, глубокая скамейка. Ар жақта ондай емес. Андай комментатор болып отырайын ба? Бірақ мен нашар комментатормын. Топ Orange командасында алдыға қарай шығарды. Маха! Жоқ, бұл жолы Маха допқа жете алмай қалды. Маха атты ойыншы жарақат алып қалған көрінеді. Дегенмен мен ойнаймын деп тұр. Кеттік, доппен Дамир. Қақпаға бағытталған соққы. Кет. Сейсебек Али доппен қателесті. Қарсыласы допты алып алды, бірақта бұл жерде ойын ережесі бұзылған көрінеді. Допқа Надирхан, 6 нөмірлі Надирхан келді. Надирхан өзінің жойқын соққыларымен танымал. Бұл жолы тебеді мекен? Жоқ, бұл жолы пас берді. Және де... Кетті. Қақпашы допты құтқарып, қақпашы өз қақпасын құтқарып қалды. Кеттік, замена, Рауан шығайын деп жатыр. Басқа не істеймін? Қалай, ойын ұнап жатыр ма? Жақсы болып жатыр. Сен қашан шығасың? Ой! Сен қашан шығасың? Корнер. Белгісіз бака. Мен андай 3-4 гол салғаннан кейін шығам. Жанкерлер, 3-4 гол ұтып атқанда салшасың да? Ұтып атқанда или ұтылып? Ұтып атқанда. Жоқ, көреміз қазір. Тепті. Гол! Бұл жақта айтасың не бар ма? Андай жолты карточка деген бар ма? Красный карточка бар ма кәдімгідей? Мен айтпақшы сіздерге айтпаған ақпарат, ол деген ойын форматы осындай мини поле 6-6 ойнайды, қақпашымен санағанда. Яғни поледе 5 адам. 2 тайм болады. 25 минуттан, әр тайм 25 минуттан, яғни толық ойын 50 минут өтеді. Андай жоқ, 7 минут 2 гол деген тема жоқ. Гол! Хорош! Молодцы, құтты болсын. 3-1 есебімен ұтты. LA-дің командасы бірінші орынмен топтан шықты. Топтан бірінші орынмен шықты. Енді олар арғы топтың екінші орын алған командасымен ойнайды. Енді басталады қызықтың бәрі. Қазір полуфинал болады, одан кейін финал болады. Молодцы, жақсы. Мен сендерге қойдым ставка $10,000. Так что отыңдар. Мастерствоңызды көрсетіп жіберіңізші. Мәңіз доп тебесіз. Тебіңіз. Ана воротаға Айшаға гол салыңыз. Айша, ұстама. Мықты ойнайсыз ғой футбол? Айтпа. Пеленің несімін ғой, апасымын ғой. Да. Турнир экваторына жетіп қалды деп айтатын еді ғана неде, UFC-да. Бой подошел к экватору деп, дәл жартысы өткенде. Өйткені қазір групповой этап бітті.
қазір мен сіздерге нені көрсем не отқан таблицада. Мына қараңыздар. LA Астана тобы 9 очкомен бірінші орында. Одан кейін Сакраменто тобы 0 очкомен екінші орында. Одан кейін Сан Хосе тобы 6 очкомен екінші орында. Оркас 3 очкомен үшінші орында. Яғни LA Астана 1, Сан Хосе 2. Осы команда шығады. Мына жақтағы міне Б тобы. Бұл жақта, мына жақта не отыр? Мына жақта 3 команда да 6 очко екен. Шынымен сондай отыр. Және Чикаго командасында 0 очко. Біз қазақтар қонақтарды сыйламайды екенбіз. Қазақтар қонақтарды сыйламайды екен, Неге сыйлап жатыр? Қарсы Чикагодан келген қонақты 0 очкомен 29 гол тығып үйіне қайтарайын деп жатыр. Сонау ана Әлсіз ғой енді. 5 сағат ұшып келді. Сонда да хотя 1 очко берсе болады ғой. Не үшін жарыс бір мықты шығу керек, сол үшін жарыс жасап жатыр. Е-мое. Мына жақтан кім шықты сонымен бірінші екінші орын? Чикаго дайындалып келеді келесіде. Олай келмейді. Бірінші екінші орын кім шықты сонымен? Бірінші не 6 очкомен бірінші 3 команда 6 очко. орыстар шықты 1-мен. Өйткені разница плюс 2, е? Мынау -1 қайсы шықты? Минус шегеріп салған кезде -1 болып қалған ғой. Аха, мынау да -1. +2 болып кеткен. Сосын мынау бірінші орын. Сонда қалай, мынау кім шығады? Менде бір идея бар. Заң бойынша солай. Қазақтардың арасына от салмай орыстар шыға жүрейік деп сөйтіп болмайды, е? Орыстар шығып тұр ғой. Орыстар бір шығып тұр ғой. Мынаны вообще Ашырып жүр. екеуі бірмен екі қылып та. Иә. Әзіл ғой, әзіл. Өзің айтып тұрсың, жаңағы қонақтарды сыйлайық дейсің, орыстар да типа қонақтар. Орыстар қонақтар емес олар. Осы жақтың орыстары ғой. Кім шақырған? В общем, осындай отыр, ойлаңыздаршы, 3 командада 6 очко, сосын мынада +2 разница, мына екеуінде -1. Кәдімгідей тең болып тұр ғой. Енді қазір қайсы екінші орынмен шығатын белгісіз. Пенальти теппей ма, е? Ондай жоқ па? Пенальтимен шешейін деп отыр. Кеттік, көреміз. Міне кеттік. 2 команда пенальтиін деп отыр. Гол. Happy Cake командасы алдыға шықты. Гол. Бірде бір. Ана Happy Cake деген қайсысы? Сан-Диего ма? Хьюстон. Гол. Арттан қараған қалай екен? Гол. Әзірше 2-2. Үшінші команда, үшінші ойыншы үйінде отыр. Не, бірінші промах кетті. 3-2 есеп. Төртте 2. Гол. Удар. Гол. Хьюстон командасы шықты екінші орынмен. Енді қазір Хьюстон LA-мен ойнайды демек. Хьюстон шықты ма алдыға? Енді сендер Хьюстонмен ойнайсыңдар ғой. Бұйырса біз. Қалай Хьюстон командасының жалпы ойынын көрдің ба? Ойын көрдім онда. Болды онда. Бұйырса финал. Бұйырса бірінші орын. Бұйырса бірінші орын. Алла бұйырса бірінші орын аламыз. Болды онда. Қалай. Сәттілік онда. Өзің қалай ойынын алатын олай? Иә? Мен былай барлық ойындарды көрмедім. Сендердің соңғы ойындарыңды көрдім ана. Біреуді 3-1 ұттыңдар ғой. Бізді демалған кезде қарап отырып қой, мына ойында былай жақсы ойнап жатыр. Жаңағы орыстар деп тұр ғой. Холланд ойнап жатқан ба орыстар? Орыстар да жақсы ойнап. Холланд ойнап жатыр. Иә, орыстарға көрдің ба? Холланд ойнап жатыр ғой. Ана не тұр ғой, мына бер жағында. Ұқсас па? Иә, ана бер жағында тұрған. Бой ұзын Галиадор. Олардың ударлары жақсы, көрдім мен. Тепкен тепістер. Енді біздің тактикамен аламыз шығар. Ойнап жүрген кейін көрініп тұр ғой. Ойнайған команда көрініп тұрады ғой өзі. Жаңағы Сакраментодан келген, просто жинала салғанда келе салған. Оған да рахмет, келесі жинала салған. Ол да біраз күш қой, ту Сакраментодан мына жаққа келу дейді. Қазақтардың атынан ұйымдастырып жатыр дегесін. Жақсы. Молодцы, қазақтар. Тек алға, қазақтар. Астана Хьюстон, орыстар Сан Хосе. Қарсыластарың кім екен анықталды, иә? Қарсылас команда Хьюстон командасы. Бірес айтасың ба? Менде бар айтатын сөз. Менде бар.
Хьюстон, без проблем. Ай. Болды енді, сәттілік давайте. Отыңдар бұйырса. Абыл уже айтып қойған. Кеттік ал, LA командасы Хьюстонмен ойнайды. Біз Абыл екеуміз настолько бір-бірімізді танимыз, уже 14 жыл. Сол үшін андай. Бір-бірімізді читать етіп, пробивать ете береміз. Сол, давай, андай не жасайсыңдар ма? Жоқ, андай бейт. Ол да парадалейді жақсы. Алихандар ұш кетіпті ғой, бар басына түшу керек еді Алиханның. Білмеймін ғой, қақта екен Алихан? Әлі көрмедің ба не? Жоқ, көрдім бағана басында. Ол деген айтып тұрған көрші, отамыз деп бүгін. Сол, бар басына түшіп қайтайын деген. Қайт кеттім ол еле. Әні отыр ғой, серый көшті. Сүрейінші бұлай? Давайте, группаны 9 очко ұтып, осындай жерде ұтыла салу уже не вариант бізге жігіттер. 9-ның 9-ын алдық, давайте, так что до конца. Бұйырса. Занари, LA, ма? Да, Занари. Так что, жігіттер, давай, өзіміздің ойынымызды ойнап тастайық бағанағыдай. Давайте, сәттілік! Кеттік, жанкер боламыз LA командасына. Мен барып Алиханның басына шығып айтайын. Английский премьер-лигада ойнайтын Арсенал командасын білет шығарсыздар. Соның жолын қуған міне Алихан атты. Жадам, Арсеналдың болельшігі. Ұтып кеттік қой. Аттыңдар ма? Кімді ұттыңдар? Бәрін ұтып отырып қой. Жоқ, қалай екен ұшқан? Енді сезініп атсың ғой. Арсенал да сондай да сезінеді. Ұшу деген үйреніп қалған. Дұрыс қой, андай. Арсеналмен до конца деп олар сезінген нәрсені мен де сезінейінші деп сөйтіп ұтылдым ғой, сен білдім ғой мен. Сен пенальти теппедің? Мен жоқпын ғой пенальти себуге. Қойш, ворота тұрмадың ба? Воротада. Жарайды, ойын ғой бұл, ең бастысы. Главное не победа, главное участие деген Арсеналдың мықты несі бар, андай девизі. Кеттік, полуфиналдар басталды, достар. Мен қазір дәл 2 ойын болып жатқан поляның ортасында тұрмын. Міне мына жақта Уорстар мен жаңа Хьюстон командасы ойнап жатыр. Уорстар ақта, Хьюстон командасы қызылда. Ё-моё, голды көрдіңіздер ма? Мына Уорстар қатты ойнайтын сияқты болды что-то. Және мына жақта, бұл жақта да ойын басталды. LA және Хьюстон. LA командасы қара футболкамен, Хьюстон командасы мындай манежка киіп алған, салатовый. Не деген пас? Өкінішке орай. Қисық депті. Мен сіздерге мына жерді көрсеттім ба, тағы бір көрсетейін. Қараңыздар, мынандай ішінде шәугімдер тұр. Шай құйып аласыз. Мынау кипяток. Дейсіз да, шай ішіп жүресіз. Ар жақта адамдар қиналып футбол ойнап отыр. Уорстар мен Сан-Хосенің арасындағы ойында есеп 3-2 Уорстар ұтып жатыр. Ал мына 3-2 говорят. Беги, давай. Ал мына жақта 4-2 ма? 3-2. Мына жақта 4-2 ма? 3-2. Мына жақта 4-2 Лос-Анджелес командасы ұтып жатыр. 2-1 жеңіліп атқан ғой, сосын айтас шығып 5-2 қылып ұтып берді. Қалайсыз, мам, шай қалай кетіп жатыр? Күшті. Да? Я тоңып қалдым. Тоңып қалдыңыз, а? Кофтамды берейін ба? Ана неге жоқ? Лос-Анджелесқа болеть етем деп нервімнің бәрі ауырып кетті ғой. Айтас жеңіс алғаннан кейін қуанып кеттім. Я 5-2 ұтып жатыр. Кел. Райан Рейнольдс ойнайды екен LA-ға. Қазақша жазбайсың ба? Роман деп қазақша жазбайсың ба? Не бұл? Мен Мекстермен көп ойнаймын. Ой, сәл. Ворота кішкене ар жақта тұрғанда гол болатын еді. Жартылай финал ойындары бітті. Финалға шыққан 2 команда, ол біріншісі Лос-Анджелес Астана командасы, ар жақта. Сосын екінші команда Уорстар командасы екен. Қазір әне жиналып ойнайын деп жатыр олар. Міне, ар жақтағы ақтағы Уорстар командасы. Қазір енді бірінші бірден финал бола ма не? За 3 место болмай ма бірінші? Или параль? Параллельно ма? Жоқ, қалайсыңдар? Жақсы. Құтты болсын, жігіттер құтты болсын, молодцы. Соңғы не қалды енді? Соңғы ойын қалды ма? Все, давайте, айырыпсаңдар. Қадам. Чемпиондыққа деген соңғы қадам.
араға 10 жыл салып ұлттық құрама қайтадан чемпион болайын деп жатыр. Міне финалды ойын басталайын деп жатыр. LA Астана мен орыстардың арасында. LA Астана қара футболкада, орыстар командасы ақ футболкада. Ар жақта қараңыздар, орыстарда кім? Холланд ойнап жатыр. Какая команда? Погромче можно? Команда? Кам Лига чемпионов финалы отыр ғой. Мына жақта өте тартысты ойын болып жатыр LA мен орыстардың арасында. Дәл қазір счет 2-1. Просто. Бірінші тайм 2-0 болып біткен орыстардың. Задел. Бұл ойындағы үшінші штанга. Жақсы. Үшінші штанга, иә? Үш штанга бір гол болады енді олай істеуге. Келесі жол сөйтіп регламентке қол қою керек. Абылдың ұсынысы бойынша 3 штанга 1 голға тең деп. Бір ойында 3 штангаға тисең, 1 голға салынады. Асықпа, лучше. Счет қандай болып отыр? 1-0 кім ұтып отыр? Қызылдар. 1-0 Қызылдар ұтып отыр. Сан-Хосе. Бұл жақта да тартысты ойын болып жатқан сияқты ғой. 1-0 болғанына қарағанда енді бір тайм бітіп, екінші тайм болып жатыр ғой. Мына жақта 2-1. Шамамен соңғы минут сияқты даже. 1 минуттан аз ба, жестко болып жатыр ана соңғы жағы. Орыстар бермей жатыр. Защитаға жатпаған. LA сала алмай жатыр. Теуіп жатыр, өтпей жатыр. Барлық ударлар блокируется етіп жатыр. Жестко жатыр, короче. Сол бағанағы 2-1 әлі 1 минуттан аз қалды. Сізге сол уақыт, сол соңғы 1 минут көрсетіп жіберейін. Давай! Ай, бітті. Мінекей достар, Ирвайн қаласында ұйымдастырылған қазақтар арасындағы турнирді орыстар жеңді. Қалай кетті? Өкінішке орай LA командасы ұтылып қалды. Орыстар командасы ұтты. Болды. Өкінішті? Иә, енді қанша көрдіңдер, болмады. Еще тупо 2. Болмайтын гол жеріп алдыңдар ғой? Угловойдан біреу еще. Біреу угловойдан болды, Бұлай, иә, защитаға автобус екен, Мауриньо сияқты тренерлары. Олай емес па? Күн жестко, суық. Награждение болады шығар қазір. Қалайсың? Сен орыстарға ойлат еттің, Білдім мен сөйткеніңді. Орыстарға тоқтаттық қой. Солар чемпион болды. Ұтылған команда чемпион болсын дедің ба? Иә. Просто айтамдандай қандай парадокс. Қазақтардың арасында ұйымдастырылған бірінші турнир. Турнир? Соны орыстар ұтып кетті. Бұл не? Қонақ жайлық па әлде? Қонақ жайлық қой. Әлде нашар ойнау ма? Ол да бар. Да? Ай. Намысты қолдан бер қойдыңдар ма? Мұнда тағы бір кубок шығыпты. Бұл деген ана. Ау. Мен ойнамадым ғой. Қалайсың? Мыналарым болмады ғой, LA-ға болеть етіп келіп едік, жүрегім ауырып тұр енді. Ұтылып қалды 2-1. Соны айтам, ужас, позор. Мен айтып атқаным, бұл турнир бүкіл Америкада тұратын қазақтарды жинап, қазақтардың арасында ұйымдастырылған турнир, қазақтардың арасында. Соны орыстар ұтып кетті. Иә, орыстар ұтып кетті. Қазақтар қашан ұтамыз? Бізде бір победа бола ма? Масқара ғой мынау. Иә, қазақтар футболдан нашар өте. Ужас. Айтасқа сеніп келіп едім, ойбай, айтас. Жоқ, Қазақстанның ұтатын уақыты бар ма? Жегеннен басқа дым білмейсіңдер. Головкеге көп жақпайды олар. Позор. Өлем қалсын. Ертең интернетте жүрмей? Ютубта жүрсі жағы. Қой. Марапаттау рәсіміне дайындап қойған кубоктар және футболкалар, медальдар. Нау деген жеңген команда алады, мынаны.
Сосын мынау жаңағы үздік ойыншы, үздік шабуылшы, үздік қорғаушы деген мынаны қараңыздар міне. Үздік шабуылшы, мынау деген бомбардир, мынау үздік ойыншы және үздік қорғаушы. Үздік қақпашы деген жауап екен. Жанкүйерлер және барлық жиналған қауым бүгін Америка құрама штатында Калифорния штатында Ирвайн қаласында өткен футбол турнирінің аяқталуына жиналып отырмыз. Ал енді қонақтар Мына осы кісі ұйымдастырып жатыр екен. керемет бір күн өткіздік. Өте тартысты додалармен, өте тартысты ойындармен, кейде спорластық, кейде итерістік, кейде әңгімелестік. Бірақ өте күшті бір соның өзінде өте күшті бір турнир болды деп есептеймін. Осы турнирдің ең үздік қақпашысы LA Астана командасының қақпашысы Али Құрманғали. Үздік қақпашы. Сөйтсе Гоали деген қақпашы екен ғой, мен деген бомбардир деп бере салдым ба. Бізде ең үздік қорғаушы деген атау бар. Ең үздік қорғаушы Намир Бектұрсын, Хьюстон командасы. Үздік қорғаушы. Кеттік, одан кейін үздік. Осы турнирдің Келесі үздік. үздік шабуылшысы, үздік мергені, сұр мергені Сан-Диего командасы Алихан Ерғани. Мынау сатып алған, мынау сатып алған. Бұл деген группадан шыға алмаған жігіт. Енді осы турнирдің ең үздік ойыншысы атағын бізде бүгінгі чемпион қатарынан шыққан Данила Казаков деген ойыншы. Ол өзге Қазақ екен ғой, қазақ. Мы передадим. Міне, Холланд шықты. үшінші орынға қол жеткізген Хьюстон командасы. Екінші орынды марапаттайды. Финалында ойнап, өте тартысты ойын өрнегін көрсетіп, Ау жаным, кел көтерейін ба? екінші орын алған Астана командасы. Тоңбадың ба? Қара, марапаттап жатыр қара. Міне, LA Астана командасы. Бұйырғаны. Дайша. Келесі турнир ұтасыңдар енді. Айтасыз, 2 сезоннан кейін аласыңдар бірінші орын. Ал енді Ничего. Орыс Стар командасын шақырамыз. Қанша төледің, шыныңды айтшы? Қанша төледің? Көп сұрамады. Көп сұрамадың ма? Бәсе? Қалай ол? Групп көрсетші міне, қараңыздар. Үздік шабуылшы, группадан шықпаған адам қалай үздік? Сен еще воротада тұрдың ба? Кішкене ұқсатып істемейсің ба? Болмайды олай. Негізі көп гол сапсадың ба не группада? Білмеймін қалай санаған. Енді бомбардир деп санаған шығар? Санап бірден істеп санаған ба? Андай утешительный деп берген ғой саған. Мына жақта қызық болып жатыр ғой, мына жақта.
Давайте. Раз, урыслар говорим. Урыслар, все очень просто. Раз, Я жалпы этот сіз ба негізі организатор? Енді я. Кім есіміңіз кім болады? Талғат Аблай болады. Қуаныштымын. Аша Аблай, рахмет. Я сол этот. Рахмет. Что там, қалайсың? Нормально. Я айтас, но не, но позорға мен Там жыладым. просто айтас ойнамады, айтас ойнаса ұтатын еді. Мынау қазақтар қашан ұтады, масқара ғой. Иә, осы масқара, Позор, осы мынау моменті вообще. масқара, иә. Мен осы жолы ойладым қазақтар ұтады деп, позорымыз шықты ғой. Екінші орынмен фотоға түсем ба, түспеймін ба? Чемпионмен түстім, сендермен яуым түсіп. Көрдің ба, чемпионмен қалай түстім жаңа? Кет, мына жақта общий фото. Қазақ Unity Cup! еще раз. Қазақ Unity Cup! Рахмет. Енді айтас, енді эфир үшін чемпион болып өтірік түсіп ана кесіп тастаймын орыстарды. Мам, кет, UFC қараймыз енді. Болды осымен, достар. Үйге барып UFC қараймыз. Қайттық, я тоңып қалдық. Қалай болды, турнир ұнады ма? Ұнады, я бірақ қазақтардың жеңіп қалғандары жаман болды енді. Орыстар мықты екен. Жоқ, сонда да жеңу керек еді. Мен болельщик болып келіп едім, жеңет деп. Я мен де жеңет деп ойладым, сәл жетпей қалды. Үйге барамыз жаным. Болды, қараңғы болып көрдің ба, дала? Жоқ.